ғана арналады. Аққұдық ауылының кітапханашысы Иманқұлова Гүлайым, авторы Ғабиден Қожахмет. Ескалар соны ойлаған, дерек боп түсті бүгінгіз. Бір хабар жеткен майданнан, болды деп қазар ұлыңыз. Жасырпақ үшін бар мәні, кемсітпес ол да ағаңды. Сонан соң солдат арманы, желбіреп көкке қадалды. Ерлікті содан табалды, жігерге бөлеп өскінді. Соғыстан соңда медальдың сыңғыры болып естілді. Тыныштық күннен нұр тамды, самғады әппақ қанаттар. Ән болып сосын шырқалды, өлең боп түсті параққа. Заманың алға басарда, тарихтан тағылым тыңдат той. Адамдар үшін қашанда жеңістің құны